Гүлжанаттың өлімін бір жағынан менен көргені рас, стресстен шыға алмады. Алайда енді 10 сыныпты тамамдай бастағанда, уже 11 сыныпқа көшкенде анашымның беті бері қарады. Барлығы ұмытылды, енді уақыт емші демекші, бірақ ол кезге дейін Гүлжанаттың жаңағы бейітіне барып қайта-қайта анашым шыны керек бізден кішкене алыстап кеткені рас. Ендігі айтатыным, айтып жатырмын ғой, енді 10 сыныпқа дейін қатты ауырдым деген сияқты болып. Мектеп жасымда шыны керек Салтанат, мысалы қазір енді өздеріңіздің алдарыңызда ашық, жарқын ойын қалай айтқысы келеді, дәл солай жеткізетін Салтанат сіздердің алдарыңызда қазіргі жүрген. Бірақ мектеп жасында мені ешкім мән бермеді маған. Мектепте айтады ғой, бір лох, бір көлеңке адамдар болады ғой. Вот сол қыздардың қатарында болдым мен. Жаңағы анашымның маған қарамай, маған сөйлемей кеткені бір бар. Екіншіден жаңағы мектептегі класстастарымның мені қабылдамауы бір жағынан осы ауруға алып келді деп ойлаймын. Өзімді бір андай ешкімге қажет емес, керек емес, бір өмірде артық бір жүрген адам сияқты сезінетінмін. Оның үстіне подростковый возраст деп айтамыз ғой. Дәл сол кезге тап келді да барлығы үст-үстіне. Содан не керек, мектепте енді ешкім маған қараған жоқ, мән берген жоқ. Ешқандай да өйтіп қатты жақын араласатын досым ештеңем болған жоқ. Өте тұйық болдым, сөйлемейтінмін. Енді мектепті жақсыға бітірдім. Енді 4 пен 5-ке нормально бітіріп шықтық мектепті. Бұлай енді оқу жаңағы үлгісіне айтатын болсақ, оқу бағасын айтатын болсақ. Ал бұлай сыныптастарымен онша қатты менің ара қатынасым жақсы болған жоқ. Оның үстіне енді түрімді де айтпай қояйын. Лох десе лох болдым, бір сөзбен айтқанда мектепте. Содан не керек, университетке түсетін болдық. Мектепті аяқтадық. Университетке мен Алматы қаласына Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне түскен болатынмын. Бірақ шыны керек, үш ұйықтасам да түсіме кірген жоқ. Дәл осы Казгу ғой, енді Казгуград деп айтып жатады ғой. Сол Казгуда оқитыным тіпті мүлдем ойлаған жоқпын сол жаққа түсемін деп. Себебі Оралдағы жай бір университетке түсе салармын деп ойлаған болатынмын. Бірақ бұйыртыпты сол Алматы қаласына студент болып жаңағы оқуға кетуіме. Содан Ақтау қаласын тастадым. Алматыға кеттік. Алматыда енді 4 жыл болдым. Басында енді 1-ші курс. Ең тәтті кездер менің өмірімдегі бір есте қаларлықтай кезеңдер осы Алматыда студенттік шақтарды айта аламын. Студент кезінде 1-ші курста енді бардым университетке. Кіріп барсам, енді айтайын, ол кезде мен шашымды сап-сары бояп алғам, сап-сары қылып кәдімгідей. Айтады ғой, шик сары деп, кәдімгі магазинде тұрған арзан краскаларды алып басымызға жаға бергенбіз ғой, бір өзімізді красотка сезінейік деген оймен. Онымен Алматыға келдік, жаңағы университетке кіріп қалсам, неше түрлі әдемі қыздар, әдемі боянып алған, әдемі киініп алған. Шыны керек, ана жерде өзімді бар ғой, бір аналардың қасында өте төмен бір қоқыс сияқты сезіндім. Себебі менің өзімнің үстімдегі киіміме қарадым, айнадан түріме қарасам, енді кекілім бар, еще кекілімнің бір жағына өте жүктай бергеннен түсіп қалған ғой. Бір қасым көрініп тұр, еще ол қасым жұлынбаған. Бір сөзбен айтқанда енді түрім түр жарым болды. Сол кезде 1-ші курста маған прикол ұстайтын параллель группаның балдары Сарыбас деп. Сол үшін енді талай жылап керіскен болатынмын жаңағы өзге группаның балдарымен. 1-ші курста сөйтіп жүрдім мен. Шыны керек, айналадағы қыздарға қарап, қызығып деген сияқты қылып. 1-ші курста мен ең жақын араласқан құрбыларымды айта кететін болсам, Айдана есімді болатын. Ақтау қаласының тумасы болды. Бірақ Айдананы шыны керек Ақтаудан мүлдем жаңа жолықтырмаппын, кездестірмеппін. Сол Алматыға барған кезде университетке түскенде Ақтауданмын дегенде көзіме оттай басылды. Бірден Айдананың қасына жақындай бастадым. Айдана енді басында мені менсінбеген сияқты алып қарады, типа чё за дура деген сияқты алып қарады, шыны керек. Себебі түрім шынымен дура десе дура болатындай болып тұрғасын. Содан Алматының тағы бір 2 қызы болды. Назым және Аида деген. Осы Айдана, Назым, Аида 4-еуміз өте қатты жақын араласып кеттік. Ол қыздар бірден мені көре сала, Салтанат, саған имиджді өзгерту керек. Мына түрің болмайды деп бірден бетке айта салғаны бар еді. Ол кезден кішкене тұйықтау болдым енді. Мектепте білесіздер, мен ешкім қабылдаған жоқ деген сияқты. Бірақ университетте жан-жақтан келген жаңағы неше түрлі жастар мені жақсы қабылдады. Өйтіп бөліп жарған жоқ. Түріңе, жаңа түр сипатыңа, үстіңдегі киіміңе қарап өйтіп бөлген жоқ.
Сонымен Айдана, Аида, Назым мені өзгертуге кірісті. Олардың ең бірінші ұнамаған жері менің сап-сары, шик сары шашым. Оның үстіне кекілім деген мүлдем қатты сары, енді осветление от души болып кеткен ғой кекіліме. Артқы шаштарым оранжевый болып тұр, бір сөзбен айтқанда. Сонымен не керек, сөйтіп жаңағы темный цвет деп айтамыз ғой, енді қою түсті каштан цветті алды да менің ең бірінші шашымды Айдана бояп берді. Кішкене өңім кіріп қалды енді, ана сары шаштан кейін. Содан кейін енді нормально болып қалдым, кішкене вид кірді деймін ба. Одан кейінгі қыздарға жаңағы менің ұнамаған жерім қалай болса солай боянатым, бояуға мүлдем мән бермейтін едім. Қыздар енді шыны керек 2-ші курста мені кәдімгідей адам қалпына келтірді деп айта аламын. Сол құрбыларымды осы кітапшаны оқып отырса, братандар, рахмет от души сендерге. Себебі енді шыны керек қатты жақын қабылдады мені. Жақын қабылдаған соншалық мені жақсы жағына өзгертуге тырысты. 2-ші курста кішкене салтанаттың түрі келе бастады. Өзге жаңа параллель группадағы балдардан кішкене бір андай не бола бастады. Внимание деп айтады ғой. Ондай вниманиені осы күнге дейін салтанат көрмеген. Андай бір түрлі сезіндім өзімді. Маған да біреу қарайды екен ғой деген сияқты. Содан не керек, 2-ші курста сөйтіп кішкене бір адам қалпымызға келе бастадық. 3-ші курс жақындай бергенде мен жаңа дос қыздарым айтып отқан Айдана, Аида, Назым, салтанат сен тістеріңді жөндеу керек деді. Тістерім енді біреуі Айда, біреуі Сайға қарап отырған еді. Қалай болса солай жүре беретіміз, тіске мүлде мән бермейтін болғанбыз ғой. Содан 3-ші курста тісімді жасаттық. Брекет салдыртқан болатын. 3-ші курс бойы мен брекет тағып жүрдім. Енді ең қызықты сәт деймін ба, 4-ші курс. 4-ші курс мен үшін есте қаларлықтай болды. Себебі үлкен дау осы. Шыны керек енді Инстаграмда да әлі күнге дейін бір басылмай келе жатырған дау. Қалаулым ғой сол. Ал енді қалаулым туралы әңгімені ашық айтайын. Осы күнге дейін шыны керек сіздерге мүлдем осы қалаулым туралы тіс жарған жоқпын. Жаңағыдай диплом жазу керек, ау-мау деген әңгімелер кешке дейін жүретінбіз. Таңертең сабақ 8-де басталғаннан кешкі 6-да аяқталады. Сөйтіп 6-да үйге келіп отырмыз. Жаңа бүкіл қыздармен, өзім сіңілдерім бар, Айдана бар, бәріміз бір үйде тұрдық. Сол үйде кешкісін шай ішіп отырмыз. Шай ішіп отыр еді, қасымдағы сіңілім сол жердегі бір қатысушының сторисін қарап қалды. Сол сторисінде егер сіз үміткер болғыңыз келсе, осы нөмерге жазыңыз деп хабарлама шығарып қойыпты. Содан қыздар прикол ұстап отырып, давай жазып көрейік па деп, сонымен кім жазады деп отқан. Енді мен кішкене нәгөй салта қалпыма келе жатырған кезім ғой. Мен тұрамын да, давай мен жазайын деймін ғой. Сөйтіп номерін алып аламыз, WhatsApp-қа жазамыз ғой. Сәлеметсіз бе, мен қалаулымға үміткер болғым келеді деп. Бірақ мен өзім қалаулымды қарамаймын. Себебі айтып отырғандай 8-ден 6-ға дейін сабақтамын. Қалаулымды қарайтын уақыт жоқ қой бізде. Бірақ енді Инстаграмда анау кішкентай отрывоктарын көріп қалатынмын да, бірақ особо қатысушыларды онша қатты танымайтынмын. Содан не керек, WhatsApp-қа жаздық, сондай үміткер болайын деп едім деп. Енді әрі қарай мән бермей кеттік те, шай ішіп қыздармен әңгімені өсекті жіберіп отырмыз. Бір уақытта SMS келіп тұр, енді ответ келіп тұр маған. Бір какой-то 1 минут па 2 минут па өткен шығар арасында. Бірден сәлеметсіз бе, кімге үміткер болайын деп едіңіз дейді. Мен сасқалақтап қалдым да, енді себебі қалаулымды қарамаймын, ол жерде кім бар, кім деген бала бар, оны білмеймін. Содан бірден Ақтаудағы өзімнің бір жақсы араласатын құрбыларымның группасы болатын WhatsApp-та. Сол группаға жазып жіберемін ғой. Қыздар, қазір қалаулымда кімнің басы бос деймін ғой. Содан бірден Жанымшат деген жақын құрбым бар, Жанек деп айтамыз. Жанек бірден Мейірбек дейді ғой. Мейірбекке бар шеш дейді. Содан не керек, жаңағы редакторға ответ қылып, Мейірбек деп жазып жіберемін ғой. Суретіңізді жібересіз бе дейді маған. Ұзыннан түскен, былай түріңіз жақыннан көрініп тұрған суретіңіз керек дейді. Шобыртып, жерге 10 суретті айдап жібердім. Ол кезде енді әдемі қалпым ғой, енді брекетті шештік, тісім түзу, жаңағыдай әдемі болған кезім, енді шашым енді кішкене темный цвет, кішкене енді кукла қалыпқа келе жатырмын деймін ба. Содан не керек, суреттерін бәрін жібердім. Бірден мені ертең сізде эфир дейді. Мен таң қалып қалдық біздер қыздармен. Деп, сөйтіп сразу шақырамын. Өзіміз кеште жазып отырық, сағат 6-та. 6-та жазып отырсақ, ертең сағат 10:30-да келіңіз, біз сізді дайындаймыз, 12:30-да сіз эфирге шығасыз дейді. Сосын ойланып қалдық та, біздер мән бермей әрі қарай шайымызды ішіп, әңгімемізді